Сәрсен Құранбек білім басқармасының қанатының астына алған ба? Шымкент қаласының білім басқармасы енді әкімдік ғимаратына көшіпті. Жаңа ғимаратқа орналасуын халық тиімсіз деп санайды. Халықтың пікірі осындай. Бұл бұрынғы білім басқармасының мекен-жайы. Білім саласына қатысты барлық мәселелерді тұрғындар осы жерге айтып келіп, толық мағлұмат алатын еді. Ал енді шымкенттік билік өкілдерінің шешімімен білім басқармасы өзге орынға, атап айтар болсақ, қалалық әкімдіктің ғимаратына көшіріліпті. Ал базынасын айтып келетін тұрғындар енді әкімдікке қалай кіре алады? Қарапайым халық түгілі тілшілерді тексерістен өткізіп кіргізетін әкімдіктегілердің көксегеніне халық не дейді? Білім саласында үлкен өзгерістер болып жатыр. Бірақ оны біз ресми ақпараттан емес әлеуметтік желіден білдік. Қызық, иә, ашықтық қайда қалды? Жазылғанына қарасақ, білім басқармасы қалалық әкімшіліктің көп қабатты ғимаратына көшіп алыпты. Яғни бұрынғы мекен-жайы енді ескі тарих болып қалды. Ал енді ойланыңыз. Біздің қалада 900-ге жуық мектеп бар. Олардың барлығы білім басқармасына қарайды. Бірақ сол басқармаға баруға, мәселе көтеруге ешқандай мүмкіндік жоқ. Қарапайым халық үшін ол жер қолжетімсіз. Бұл дұрыс па? Бұл тиімсіз ғана емес, халықты әдейі алыстату, сұрақтарын жабу, мәселесін шетке ысыру, білімді халықтан жасырып ғимаратқа қамап қою аштық емес, жабықтықтың нағыз көрінісі. Оның үстіне ата-аналар бар керек. Ата-аналардың өтінішін алып тілектері бар, мәселелері бар. Соны шешу үшін ол бұрынғы жерінің өзі не кіріп үлгермейтін адамдар, қабылдап үлгермейтін. Міне одан бетер қиындатып отыр. Оны білім саласы халықтан қашқан сияқты біздің көзімізше. Себебі қазір өкіметіміз айтып отыр ғой, халыққа жақында деп. Бұлар барып жаңа көп қабатты әкімшілікке барып тығылып отыр. Негізі білім саласына әрбір ата-ана, әрбір азамат еркін кіріп шығу керек. Ал бұл қалалық әкімшілікке ол жаңағыдай әрбір ата-ана түгіл мектептің директоры де, орынбасарлары да кіріп шығалы өте қиын. Олар не мәселемен келді, соны айту керек, алдын ала өтініш беру керек, сондай мәселелер өте көп. Бұның өзі Шымкент қаласында бұрыннан әдет болып кетті, осы әкімшілікке кіру деген өте қиын. Мен қоғамдық кеңестің мүшесі кезінде қолымызда куәлік болғанның өзінде де кіре алмайтынбыз. Әкімге жолы одан да қиын. Бұл өздеріңіз білетіндей қалалық әкімдіктің бас ғимараты. Білім басқармасының қызметкерлері де дәл осы әкімдік ғимаратына келіп орналасқандығы белгілі болды. Осыған дейін Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қай сала болмасын халықпен тікелей байланыста болып, ашықтықта жұмыс жасауды қадап тапсырған болатын. Білім басқармасының қандай да былықтары бар ма? Бұның артында кім тұр? Жылы орнынан неге дәл осы жерге көшіп келді? Президенттің ақпарат ашық болуы керек деген уәдесі қайда қалды? Халық маңызды жаңалықты Инстаграм мен Фейсбуктен естуі, бұл өзі қаншалықты әділдік. Бірақ халыққа бұл туралы ешкім ресми түрде хабар таратқан жоқ. Тұрғындардың айтуынша, мұндай өзгерістерді қарапайым халық бірінші болып білуі тиіс. Себебі басқарманың жұмысы халыққа қызмет ету. Ақпарат ашық әрі қолжетімді болуы қажет. Алайда қазір керісінше болып отыр. Не ғимарат қолжетімсіз, не мәлімет табылмайды. Мен негізі білім басқармасын әкімшілікке ауысқанын білген жоқпын. Менің ойымша, Шымкент қаласының азаматтары білім басқармасының өзінің сұрақтары бойынша беймарал кіріп шығуға құқылы. Әкімдікке қарапайым халықтың кіруі қиындау, соның үшін білім басқармасы өзінің орнында қалу керек деп есептеймін. Мен өз ойымды айтатын болсам, бұл жерде қарапайым халық ретінде білім бөлімінің өзінің орнында қалғанын қалаймын. Себебі қазіргі ауысқан орнына бізге ол жаққа кіру ыңғайсыз, көп қағаз талап етеді. Оның барлығы уақыт, қазір білесіздер, уақыт өте біз үшін маңызды, халық үшін. Сондықтан өзінің орнында қалғанын қалаймын. Мен өзім қарапайым халық ретінде білім бөлімінің әкімшілік бөліміне ауысқан тіпті білмейді екенмін да, бізге сол бұрынғы орында қалғаны тиімді, маңызды. Сол үшін қалғанын талап етемін. Қала әкімінің сенімді өкілі әкім орынбасары Сәрсен Абайұлына бірнеше рет қоңырау шалдық, десек те жауап ала алмадық. Алдағы уақытта жауап алып, бұл мәселені ресми түрде түсіндіреді деген үміттеміз.